Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, сіздермен арайлым. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін өте жұмсақ болып шығатын керемет бауырсақтар дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Сөзсіз керемет болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, оның үстінен тұзымызды, шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Тұзымыз бен шекеріміз ерігенше. Шекерді егер тәтті болсын десеңіздер, өз қалауларыңыз бойынша көптеп қоссаңыздар болады. Мен аздап қана қостым. Оның үстінен ашытқымызды салып, оның үстінен кішкене қопсытқышымыздан салып жібердім. Мінекей, барлық қажетті заттардың мөлшерін төменде описанияда жазып өтемін. Сол жерден қарай аласыздар. Енді ұнымызды елеуіштен өткізіп, 3-4 бөлікке бөліп, жақсылап қасықтың көмегімен араластырамыз. Ең алдымен бірінші шамалы қоюланғанша осылай қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Өте жұмсақ қамыр шығуы қажет. Мінекей, тағы да елеуіштен өткіздім. Осылай 5-6 бөлікке бөліп, аз-аздан елеуіштен өткізіп отыру қажет. Мінекей, елеуіштен өткізіп болып, тағы да қасықтың көмегіменен жақсылап араластырып шығамыз. Енді мінекей, кішкене қоюланғаннан кейін қасықты сырып алып, қолдың көмегіменен осындай өте жұмсақ қамыр жасадым. Қамырымыз өте жұмсақ болады, қолға жабыспайды. Мінекей, осылай болып шықты. Енді осының үстінен кішкене ғана сұйық май құйып, сұйық маймен тағы 2-3 минут көлемінде жақсылап елеп жібереміз. Мінекей, сұйық май міндетті түрде құйыңыздар. Қамыр жұмсақ болуына көп септігін тигізеді. Тағы бір лайфхак айтып өтейін. Кәдімгі нанға қамыр ашытқан кездеріңізде де дәл осылай кішкене сұйық май құйсаңыздар, нандарыңыз жұмсақ, әдемі болып шығады. Мінекей, осындай өте жұмсақ қамыр пайда болды. Енді осы қамырымыз ашығанша бетін жауып, 1 сағат көлемінде жылы жерге қойып қоямыз. Міне, менің қамырым ашыды. Енді осы қамырымды 3 бөлікке бөліп, осылай домалақ етіп зола жасап алдым. 2 бөлікке бөлдім. Егерде майда болсын десеңіздер, майдалау болып 3 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Енді ұнымызды себіп, қамырымызды жаямыз. Мен домалақ етіп пісірдім. Сол себепті қамырымды кішкене қалыңдау етіп жасадым. Егерде сіздерде дөңгелек етіп пісірем десеңіздер, қамырды кішкене қалыңдау қыласыздар. Ал егерде 3 бұрышты етіп пісірем дейтін болсаңыздар, кішкене жұқарақ жайылғаны дұрыс. Қатты жұқа жайып жібермеңіздер, себебі қатты жұқа жайылса, бауырсақтарымыз қытырлақ, қатты болып қалуы мүмкін. Сол себепті қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес, орташа қалыңдықта жайғандарыңыз дұрыс. Мінекей, менің қамырым осындай қалыңдықта болды. Енді осылай бокалдың көмегіменен осылай дөңгелек формаға келтіріп шықтым. 2 зола қамырымды да жайып, барлығын осындай дөңгелек формаға келтіріп алдым. Мінекей, осылай табама жайғастырып, енді қызып тұрған майыма салып, қызарғанша осылай жақсылап қуырып алдым. Пісіріп алдым. Мінекей, осылай болып шықты. Кішкене қызарған соң барып аламыз отымыздан. Мен бауырсақтарым қызарды. Мінекей, осындай өте жұмсақ, әдемі сарғыш бауырсақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Қолдауларыңызға рахмет.